Бірінші сұрақ бойынша химияда ауаның орташа малярлық массасы 29 грамм моль деп есептелінеді. Егер ауаның негізгі құрамында азот пен оттегінен тұратын болса, ол сандар қайдан шықты? Және де Авогадро саны мен газдардың көлемдік үлесі арқылы қалай дәлелденген? Жалпы құрғақ ауаның негізгі бөлігі азот пен оттегінен тұрады. Азот ауаның құрамында 78%-ді, оттегі 21%-ді құрайды. Авогадро заңы бойынша егерде бірдей температурадағы қысымда газда бірдей көлемде молекулалар саны бірдей болады. Сондықтан газдың көлемдік үлесі молекуланың көлемдік үлесіне тең. Ауаның малярлық массасы 29 грамм моль деп алыну себебі ауаның негізгі бөлігін азот пен оттегінің газдары құрайтындықтан және Авогадро саны бойынша көлемдік үлесін малярлық үлеске тең болуынан тұрады. Рахмет. Екінші сұрақ, біз ауаны әрқашан газ күйінде көреміз. Алайда өндірісте сұйық ауа деген түсінік бар. Ауаны қалай сұйық күйге өткізуге болады және сұйық ауаны біртіндеп қыздырған кезде оның құрамы қалай өзгереді? Ауаны негізгі сұйыққа айналдырудың өзі екі шарты бар. Оның біріншісі қысымды арттыру керек, екіншісі температураны төмендету керек. Яғни міндетті түрде өндірісте қысым артқан кезде, температура төмендеген кезде сұйық ауа процесі қоспа ретінде алынады. Олардың газдардың өздерінің қайнау температураларына сәйкес жүреді. Қайнау температурасы төмен болған кезде ең бірінші азот газы бөлінеді, екінші оттегі және аргон газдары бөлінеді. Қайнау температурасы әр газда әртүрлі жүреді. Қайнау температурасы төмен зат сұйықтан өте тезірек, ертерек газ күйіне айналады. Сондықтан айырмашылықты пайдаланып фракциялық айдау тәсілін жүргіземіз. Үшінші сұрақ, бізде ауа газдар қоспасы екені белгілі. Неліктен темірдің тот басуы кезінде заттардың жануы сияқты химиялық реакциялар таза оттегінде өте жылдам жүреді? Ауаның бұл процесіндегі рөлі қандай? Жалпы таза оттегіндегі оттектің концентрациясы 100%-ді құрайды. Оттегінің молекулалар саны көп болғандығына байланысты бізде оттегінің жануы өте қарқынды жүреді. Тат басуы да сол себептен жүреді. Оттегінің бар болғаны 21%, қалған 78% бізде азотты құрайды. Ол жағдайда бізде оттегінің соқтығысулары азаяды және реакция жылдамдығы төмендейді. Азоттың рөлі бізде химиялық реакция жылдамдығын белсенді емес қалыпты жағдайға түсіреді, жануға қатыспайды және оттегіні сұйылтуға қатысады. Қорыта айтқанда, таза оттегінде реакциялар тезірек жүреді, ауадағы реакциялар баяу ортада жүреді. Рахмет сұрақтарыңызға. Рахмет сізге көп-көп.